Егер түнде жалғыз отырған кезде телефоныңдағы камера біреуді түсіріп алса, бірақ өзің қараған кезде ол жерде ешкім болмаса, немесе жаңадан сатып алған ойыншығың түнде өз-өзімен қозғала бастаса, не істер едің? Осындай қорқынышты видеоларды көргеннен кейін көп адамдар бірнеше күн бойы ұйықтай алмай қалады. Сәлем достар, сіздермен бірге бұл мен мистер Ранс, менің арнама қош келдіңіздер. Өткен бөлімде мен сіздерге 1000 лайк жинап тастайтын болсаңыздар, келесі бөлім шығады деген болатынмын. Ал сіздер 1000 лайктан асып кеттіңіздер. Ал енді бұл видео камераға түсіп қалған қорқынышты құбылыстардың екінші бөлімі. Сіздер видео осыма жетіп арнаға тіркеліп видеоға лайктарыңызды басып кетіңіздер. Егер де үшінші бөлімді қаласаңыздар, онда әдеттегідей 1000 лайкты жинап тастайық. Егер де бірінші бөлімін көрмесең, онда міндетті түрде көріп кет. Ал енді бұл видео алдыңғы видеодан да өте қорқынышты болады. Сондықтан видеоны соңына дейін көр, себебі мен сіздер үшін осындай видеоларды шығарып тұрамын. Кім қорықпай видеоны соңына дейін көреді екен, оны комментарияда бірге анықтайтын боламыз. Ал енді видеоға кеттік. 2023 жылдың 25 қарашасы мектептің еден жуушысы түнгі ауысымда бос дәлізбен келе жатады. Басқа қызметкерлер бұл жерге түнде жалғыз келуді ұнатпайды. Бұл өте ескі мектеп. Белгілі бір уақыттан кейін оқушыларға осы дәлізде жалғыз жүруге тыйым салынған. Оның себебі де бар. Айтуларынша бұл мектеп бұрын зираттың үстіне салынған. Мектеп қабырғаларында сол ескі зираттың суреттері мен бұрынғы құлпытастардың бөліктері әлі күнге дейін сақталған. Кейбір қызметкерлердің айтуы бойынша бір түннен кейін бұл жерде елестер пайда бола бастаған. Қорқынышты, иә? Бір күні мектеп қараушысы болған біртүрлі оқиғадан кейін бәрін видеоға түсіруді шешеді. Бірақ түсіріп тұрған кезде оның өміріндегі ең қорқынышты сәттердің бірі болады. Бұл мектеп бұрын зираттың үстіне салынған екен. Білмеймін, бұл қазіргі жағдайыма қатысы бар ма, жоқ па, бірақ бұрын осы жерде жұмыс істеген тазалаушылардың бәрі адамдарға бір нәрсені айтпақ болған. Олар әр түн сайын бір сұмдық болатынын айтатын. Бір қорқынышты нәрсе, білмеймін ол жақ. Бүгін оқушылар кеш өткізгеннен кейін сыныптарды жинап жүргенмін, бірақ мені қорқытып тұрған мынау. Мен қазір сыныптамын, ол менің соңымнан еріп келеді. Өз шаруаңмен айналшы, ақымақшар. Мен сені камераға түсіріп тұрмын. Кәне. Көрдіңдер ме? Дәл ана жерде тұр. Көрдіңдер ме? Жоқ. Ол жай ғана менің соңымнан еріп келеді. Менің қолымнан ештеңе келмейді. Сыныптан шыққан кезде шар оның соңынан ере береді. Бірақ ең қорқыныштысы бөлмедегі басқа шарлардың ешқайсысы қозғалмайды. Тек бір ғана шар оны аңдып жүргендей болады. Қатты қорыққан қараушы жайлап артқа шегіне бастайды. Дәл сол сәтте артқы жақтан қара түсті белгісіз бейне жылдам өте шығады. Ол кадрда 1 секундқа да жетпейтін уақыт көрінеді. Бірақ оның жылдамдығы өте жоғары болғандықтан адамға ұқсамайтын сияқты. Қараушы жанұшыра қашып кетеді. Ең қызығы, осы видеодан басқа оның видеолары жоқ. Кейін ол бұл мектепте енді жұмыс істемейтінін айтып өткен. Келесі видео күтуші мен 5 жасар қыздың тығылыспақ ойыны. Басында бәрі қалыпты сияқты көрінеді. Қыз ойыншықтармен ойнап жүр, бірақ бұл видеоны түсірудің себебі бар. Бұған дейін кішкентай қыз күтушіге өте қорқынышты нәрсе айтқан. Ол бұл қуыршақ тығылмақ ойнағанда ғана өзі қозғалады. Әрине 5 жасар баланың қиял шығар деп ойлаған күтуші мұның рас екенін әзілмен тексермек болады. Олар қызбен бірге тығылмақ ойнай бастайды, бірақ сол күні ешқандай ерекше жағдай болмайды. О, құдайым-ау, сен мені қорқыттың ғой, енді олай істемеш. Күтуші тіпті қуыршақтан емес кенет үрген иттен қорқып кетеді. Кешке қарай ол қызды ұйықтатып болған соң тағы бір оғаш нәрсені байқайды. Үйдегі ит бірнеше минут бойы қуыршаққа үнсіз қарап тұрады. Ол жақындауға қорқады, тек алыстан қарап ырылдай береді. Бірнеше сағаттан кейін күтуші қонақ бөлмесінде ұйықтап кетеді. Кенет белгісіз дыбыстан оянып кетеді де дереу камераны қосады. Қараңдар, қуыршақ ешкімнің көмегінсіз баяу қозғала бастайды. Содан кейін басын ақырын көтеріп, дәл сол камераға қарап тұрғандай болады. Мұны көрген күтуші бөлмеден бірден жүгіріп шығып кетеді. Ал сенің ойынша бұл жай ғана қуыршақ па, әлде оның ішінде бір нәрсе өмір сүріп жатыр ма? Өз пікіріңді комментарияға жазып кет. Мен сенің пікіріңді міндетті түрде оқитын боламын. Келесі оқиға Англияда болған.
салынған. Суретші Сьюзи өз отбасының елестер бар үйде тұратынын айтады. Бұл үй 1902 жылы салынған. Ішінде бұрынғы иелерінен қалған көптеген ескі заттар әлі күнге дейін сақталған. Бірақ 3-ші қабаттағы бір картина бәрінен де қорқынышты. Оны бұрынғы үй иесі қалдырып кеткен. Сьюзидің айтуынша, үйдегі елестер дәл осы картинаның жанында жиі пайда болады. Тіпті оның кішкентай жиені белгісіз Гилберт деген адаммен ұзақ сөйлесетін болған. Қыздың айтуынша, Гилберт сол үйде әлі күнге дейін тұрады. Қыздан Гилберт саған кім болады деп сұрайды. Қыз болса, Ол менің ең жақын достарымның бірі. ол қайда келген? Білмеймін. Меніңше оны бұрын осы үйде тұрған адам салып кеткен. Ол сенімен сөйлесе ме? Иә, не дейді? Осы жерден оқиға өрби бастайды және Сьюзи бұл үйдің тарихын зерттемек болады. Көп ізденістен кейін ол бұрын осы үйде тұрған отбасы туралы ескі суреттер мен мәліметтерді тауып алады. Ең қорқыныштысы, Гилберттің бөлмесі дәл күннің суреті салынған бөлмеде орналасқан болып шығады. Бір күні Сьюзи үйде жалғыз отырған кезде жоғарғы қабаттан біртүрлі тарсылдаған дыбыстар естіледі. Ол дереу телефонын алып видео түсіре бастайды. Дыбыс дәл Гилберттің суреті ілулі тұрған ойын бөлмесінен шығып жатқан еді. Бірақ ішке кіргенде бөлмеде ешкім болмайды. Келесі түні тағы бір оғаш нәрсе пайда болады. Сьюзи өзінің кішкентай жиенінің ойын бөлмесінде еденді тыңдап отырғанын көреді. Қыз ақырын ғана "Сен менің күнімсің" деп әндетіп отырады. Осы кезде Сьюзи бір нәрсені есіне түсіреді. Аңыз бойынша Гилберттің рухы дәл осы күн бейнеленген суретте өмір сүреді. Мүмкін бұл жай ғана сәйкестік шығар, бірақ Сьюзи мен ағасы қыз қазған жерді ашып көруді шешеді. Ал тапқандары бәрін шошытады. Еденнің астынан күннің суреті салынған өте ескі спиритуалдық тақта табылады. Ең қорқыныштысы, оның бейнесі қабырғадағы Гилберттің суретіне өте қатты ұқсайтын еді. Келесі видеода екі дос қараусыз қалған қағаз фабрикасын зерттеуге барады. Бұл жердің өзі өте қауіпті, бірақ жергілікті тұрғындардың айтуынша фабрикада елестер жүреді. Көп адамдар бұл жерден түсініксіз дыбыстар естігенін айтқан. Зерттеушілер мұндай нәрсе болады деп мүлдем ойламаған. Фабриканың ішінде олар жер астына түсетін қараңғы өткелді байқайды. Камераны қосып төмен түседі. Бір кезде қараңғылықтың ішінен белгісіз дауыс естіледі. Hello? Қырғыз атқыр, қаштық мына жақтан. Екі жігіт бірден қатып қалады. Сосын жаны ұшыра қашып кетеді. Дауыс кішкентай баланың даусына ұқсайтын еді. Бірақ егер ол расымен бала болса, онда ол қараңғы тастанды фабрикада не істеп жүр? Келесі оқиға үңгірде болады. Алекс достарымен бірге жартылай су босқан үңгірді зерттеуге келеді. Бұл видеода ешқандай елес жоқ болса да, бірақ сонда да қорқынышты. Егер де тар жерден қорқатын адам болсаң, бұл видеоны көруге кеңес бермеймін. Барлығы кәсіби мамандардың қатысуымен түсірілген, үйде қайталауға болмайды. Жігіттер үңгірдің ішіне барған сайын жол тарыла береді. Кейбір жерлерді тек еңбектеп өтуге болады. Соңында су деңгейі көтеріліп дем алатын орын өте аз қалады. Джейкоб су астымен еңбектеніп өтіп бара жатқанда кенет үрейленіп кетеді. Асығыс тыныс аламын деп лай суды жұтып қояды. Қатты қорыққан ол кері шығуға тырысады. Бірақ тар өткелде Алекске соғылып, екеуі де су астында қалып қоя жаздайды. Абырой болғанда бірнеше секундтан кейін екеуі де сыртқа шығып үлгереді. Олар тек жеңіл жарақат алып аман қалған. Достар, осымен видео бітті. Видеоңыз арнаға тіркеліп, видео лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Келесі видео шықсын десеңіздер, онда 1000 лайкты аямай басып тастайық. Және де арнаға тіркелуді ұмытпайық. Бұл видеоны мен сіздер үшін ұзақ етіп шығаруға тырыстым. Сондықтан еш нәрсені аямайсыздар деген ойдамын. Ал енді сіздермен болған бұл мемізде жаныз, біз қоштаспаймыз. Біз келесі видеоларда көрісеміз.